Қайырлы күн, құрметті Алматы қаласының тұрғындары. Міне айтқанымыздай утепление жасап шықтық. Алдында көрсеткендей полымыз асты былай каркас құрылды. 4 қатармен уровеньмен бұл балкон былайынан уклон болатын. Біз оны уровеньге қойып, барлығын уровеньге қойып, бірінші полын жасап алдық. Полдың астынан не болады? Вата болады, пеноплекс болады, и потом деспі. На беті деспі уже салынған кезі. Екіншіден, өткенде бұзған кезде көрсеткем. Міне біз полный жасап шықтық. Сыртын жасаймыз дегеніміз, сыртын жасадық. Тапсырыс берушінің қалауы бойынша суытқыш кондер қойды. Оны специалист балалар қойып шығарып кетті. Біз айтқан бойынша бұны шығарып қойдық. Екіншіден, мына жерге кондерщик балаларға ыңғайлы болу үшін аңасына мынандай брус қойып кеттік. Ертең кондер мықты ұстау үшін, мына жерге бекіту үшін, ол балаларына жұмысы жеңілдету үшін. Екіншіден, міне мына жаққа отлив қойдық. Бұл су ағар балконға су кірмеу үшін. Үшіншіден, мынау, яғни бұны да қойып шығамыз. Мына жерде подоконник болған өткенде. Мынаның барлығын сыртын бәрін жасап, ішінің утепление, двойный утепление жасалынды. Вата, пеноплекс, арт жағын каркасы құрылды, арт жағы да қапталады. Төбесінде потолокты да тоже уровень құрып, төбесінде де утепление жасап қойдық. Арт жағында ғана утепление болмайды, себебі үйден жылу келгендіктен. Павразный далаға еттік. Бүгін мынаны қаптайтын боламыз бұйырса. Арт жағының барлығы декорпаны МДФ-пен қапталынады. Откос шабылады. Полның барлығына ламинат, сіз қалай қалайсыз? Ламинат десеңіз ламинат төсеп береміз. Жоқ, маған арзан вариант линолеум десеңіз линолеум төсеп береміз. Енді бұйырса мына ішін қапталғаннан кейін екі жағына екі шкаф кетеді. Шкафтың глубинасы тапсырыс беруші бойынша стандарт 50-55 глубинасы жүреді. Допоталка жүреді. Бұл стройный шкаф болады, яғни стенаға қатырылып, бұл қозғалмайтын, жылжымайтын шкаф болады. Мына жағында да солай тапсырыс берушінің қалауы бойынша екі жағына екі шкаф болсын деді. Терезе функе германский пятикамерный функе. Бұны да өзіміз жасаймыз, өзіміздің цехтан шығады. Бұның артқы блогын алып тастадық. Бұйырса тапсырыс берудің қалауы бойынша тоже 220-да 140 қалдырдық. Ортасы глухой болады, екі шеті открывание. Екі москитке сложный открывание болсын деді. Бұйырса оны тағы салған кезде қойған установка жасаңыз, сіздерге түсіретін болғанмын, сіздерге түсінікті болу үшін. Мынаның барлығы жабылып, ертең өткен кезде бүгін қаптайды балалар. Көресіздер бұйырса. Сіздерге түсінікті болу үшін түсіріп жатырмын.